Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кесет арнасы. Бүгін мен сіздерге әлемдегі ең қымбат 8 валюта қандай, сол жайлы айтатын боламын. Бүгінде әлемде 159 валюта бар. Оның ішінде халыққа жақсы таныс доллар және евро қатарынан бірнеше мемлекетте қолданылады. Алайда аталмыш валюталар ең қымбат болып саналмайды. Олай болса сіздерге беймәлім ең құнды 8 валютаны тізбектейін. Кувейттік динар. Бұл валютаның жоғарғы құны тікелей мемлекеттің әлемдік нарықтағы мұнай экспортымен байланысты. Кувейт экономикасы ең алдымен мұнай өндірісіне сүйенеді. Валютаның белгісі. Бір кувейттік динар 1450 теңге шамасында болса, 249 рубль және де 326 ақш долларымен тең. Бахрейндік динар. Құндылығы бойынша әлемдегі екінші валюта. Бахрейн шамамен 1 миллион халқы бар Парсы шығанағындағы аралдық мемлекет. 1965 жылы Бахрейндік динар айналымға енгізілген. Валютаның белгісі. Бір Бахрейндік динар 1179 теңге шамасында болса, 202 рубльді және де 2,65 доллармен тең. Омандық реал. Оман мемлекетінің ұлттық ақшасы. Бір қызығы ақша қағазының бір бетінде жазу ағылшын тілінде жазылса, екінші бетінде араб тілінде, ал монеталарында жазу тек араб тілінде жазылған. Валютаның белгісі. Омандық реал 1154 теңге шамасында болса, 198 рубльді және де 2,60 доллармен тең. Иордания динары. Иорданияның ұлттық ақшасы. Ақша қағазында және монеталарында корольдік одақ белгіленген. Мұнда да омандық реал секілді жазу ағылшын және араб тілдерінде жазылған. Валютаның белгісі. Бір Иордания динары 626 теңге шамасында болса, 107 рубль және 1,46 доллармен тең. Британдық фунт. Ұлыбританияның валюта бірлігі. Бұл елдің фунты 18-19 ғасырларда әлемдік резерв ретінде пайдаланылған. Ұлыбританиядағы жекеленген аумақтардағы банктер банкноталарды өз дизайндарымен шығарады. Заң бойынша бұл шығарылған валюталар Ұлыбританияның барлық банктерінде қолданылады. Валютаның белгісі. Бір британдық фунт 557 теңге шамасында болса, 95 рубль және 1,25 доллармен тең. Швейцария франкі. Швейцария дүние жүзіндегі ең ірі қаржы орталықтарының бірі. Швейцария банкілерінің сейфтерінде әлемдегі бүкіл дамыған мемлекеттердің валютасы мен барлық құнды қағаздары жатады. Бұл мемлекет дүние жүзінде капиталды сырттан тартумен алғашқы орындарды иемденеді. Валютаның белгісі. Швейцария франкі 499 теңге шамасында болса, 85 рубль және 1,12 доллармен тең. Еуропалық евро. Еуропа одағындағы 20 елдің ресми валютасы болып табылады. Сондай-ақ евро 9 мемлекеттің, соның ішінде Еуропада орналасқан 7 мемлекеттің ұлттық валютасы болып табылады. Алайда Еуропалық одақтың қатысушыларына қарағанда осы 9 мемлекет Еуропалық орталық банктің ақша несие саясатына әсер ете алмайды және өз өкілдерін олардың жетекші органдарына бағыттай алмайды. Валютаның белгісі. 1 евро 486 теңге шамасында болса, 83 рубль және 1,9 доллармен тең. ақш доллары. ақш ақша бірлігі әлемдік негізгі резервтік валюталардың бірі. Ақша шығару құқығы Америка құрама штаттарында орталық банк функцияларын жүзеге асыратын федералдық резервтік жүйесіне тиесілі. Әлемдік сауданың 80%-нан астамы ақш долларымен есептеледі. Bloomberg агенттігінің деректері бойынша, SWIFT банкаралық айналым жүйесінде 2013 жыл мен 2014 жылдың аралығындағы доллардың үлесі 42%-ды құраған. ақштың барлық федералдық банкноталары 1861 жылдан бастап шыға бастаған. Осы күнге дейін заңды түрде төлем қызметін атқарады. Белгіленуі. Бүгінгі доллар бағамы
447 теңге шамасында болса, 76 рубль және 0,91 евроға тең. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.